bir adamlarмен байланыс жасау үшін керек. Егер мысалы біз жаңа мәліметті біліп сұрақ қою үшін біз сол адам сөйлеген тілде сұрақ қоямыз, немесе біз сол тілде бір-бірімізбен қарым-қатынас жасаймыз.
Жақсы, келесі топ сауда. Жаһандану сөзіне қандай байланысы бар? Сауданың жаһандану сөзіне тікелей байланысы бар, себебі баяғы замандағы саудамен қазіргі замандағы сауданы салыстырсақ, бұл қатты жаһанданған, яғни өзгерген. Баяғы заманда біз басқа елдердің тілдерін білмей, олармен көп саудаласа алмайтынбыз. Ал қазіргі кезде сауда-саттық барлық елдерде дамыған. Сондықтан да бұл сауда сөзі жаһандануға қатысты. Тамаша, келесі сіздерде мәдениет. Мәдениет болмаса халықта мемлекетте болмас еді. Сондықтан мәдениет жаһандануға өте маңызды болып табылады. Өйткені мәдениетсіз халық мүмкін емес болғандықтан осы мәдениет өте маңызды. Жаһанданумен байланысты боласыздар ғой. Қандай байланысы бар жаһанданумен мәдениеттің? Жақсы, төртінші топ көлік желілері. Көлік желілеріне жаһандануға қарсы ол мысалы кейбір халықтарда көліктер бар, ал кейбіреулерінде жоқ. Көліктер бар мемлекеттер ол жаһандануға кез болған мемлекет деп атаймыз, ал көлік желілері жоқ елдер ол жаһанданбаған халық. Және мысалы бұрынғы заманда көліктерді аттарды көлік ретінде қолданған, ал қазір көліктерді машиналарды қолданады. Мысалы Бодрумдарда кішкентай халық болғандықтан оларға көлік керек жоқ, және көліктер болмағандықтан ол елдер таза ауасы. Таза деп ойлайсыздар. Жақсы, өте жақсы. Олай болатын болса, біз қазір сабақтың мақсатымен таныс болайық. Сабақ бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстырып айту. Екінші этапымыз оқылым, ақпаратты түсіну, мәтіннен негізгі және қосымша детальді ақпаратты анықтап, оған түсінік беру. Жетістік критерийі. Бүгін сабақтың соңында біз қандай жетістікке жетуіміз керек. Нақты және жалпы сұрақтарға жауап бере алуымыз керек. Мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстырып айтуымыз керек. Үшінші, көтерілген мәселе бойынша өздеріңіздің келісетіндеріңізді не келіспейтіндеріңізді дәлелдеп айтуларыңыз керек. Түсінікті ғой? Жақсы. Келесі тапсырмамыз бізде жаһандану сөзіне ассоциация жасау. Яғни сіздер қазір жаһандану сөзіне байланысты ассоциация жасайсыздар, не білесіздер? Соны мынау қағаз бетінде сөйлесіздер. Меня тенге Тенге вот сюда куда-нибудь рядом. Там Эволюция? Зонтик. Эволюция. Мне нужно можно я нажму? Жұмыстарыңызды алып келіп тақтаға іліңіздер. Сіздер қандай ассоциация жасадыңыздар?
ұшақтар, ракеталар болған жоқ. Ал жаһанданудың арқасында біздің елімізде Европадан қалыспай сондай дәрежеге жетті. Жаһандану сөзінің сол даму. Бұрынғы кездерде бізде Тимур мен Ерхан айтып кеткендей, қазіргі таңдағы машиналар, зауыттар болмаған. Енді осы даму жағдайында бізде әртүрлі завод, фабрикалар, технологиялар ашылуда. Және келесі ассоциация ол және өзгеру. Бұрынғы кезбен салыстырғанда, бұрынғы кездегі Қазақстан мен қазіргі кездегі Қазақстанның өте көп айырмашылығы бар. Мысалға айтатын болсақ, сауда-саттық, мәдениет және тағы басқалары өте өзгерген. Сонымен қатар эволюция. Мына эволюцияның ол адамның дамуы да келе береді. Қазіргі таңда адамдармен қоса біздің әлемде дамып осы эволюцияға жатады. Жақсы, өте жақсы. Жаһандану деген сөз естілгеннен бастап біздің ойымызға бірде даму деген сөз және мәдениет деген сөз келеді. Және одан басқа біз алғы сабақтарда жаһандану деген жаһандық жылыну дегендей климатқа байланысты, ауа райына байланысты ассоциацияларымыз келді. Мысалы, теңіз деңгейінің көтерілуі, немесе жаңа көліктердің шығарылуы дамуға жатады. Және көптеген биік ғимараттардың да салынуы жаһандану сөзіне ассоциацияға келді. Сондықтан біздің жолымызды бойынша осылай. Жақсы, өте жақсы. Біздің бұл жаһандану деген сөзді әлем бойынша көтерілген бір мәселе деп түсінеді. Біз осы сөзге бірнеше ассоциациялар құрдық. Біріншісі ол бүкіл әлем бойынша доллардың көтерілуі. Екіншісі бұл көріп тұрғандарыңызда ұялы телефон, яғни қазіргі кезде деген технология өте жақсы дамып жатыр. Мысалы, бұны кездерде не компьютер, ұялы телефондар болмаса, бірақ қазіргі кезде көп адамдар осындай көптеген технологияларды ойлап тауып жатыр. Сонымен қатар қазіргі кезде көптеген көліктер, зауыт, фабрикалар шығарылуда. Ал мынауысы бұл кітаптар, яғни қазіргі кезде адамдардың ой өрісінде өсіп жатыр. Көптеген адамдар көптеген мәліметтер оқып біліп, өз ой өрісін дамытып жатыр. Және соңғысы ол ағылшын тілі, яғни ағылшын тілінің бүкіл әлемге таралуы. Келесі тапсырмамыз, оқылым тапсырмасы. Сіздерге қазір оқылым мәтін береді. Ертең әр топқа өзіне тиісті мәтіндері бар. Сол мәтін бойынша жұмыс жасайсыздар. Жалпы сіздерге сабақтың мақсатында болған оқылым мәтіні бойынша негізді қосымша және ақпараттың жұмыс жасау болады. Сол бойынша сіздер жұмыс жасайсыздар. Сіздердің тапсырмаларыңыз. Екінші топ сіздердің тапсырмаларыңыз. Үшінші топтың тапсырмасы. Бірінші топтың тапсырмасы. Мәтіндеріңізді алыңыздар. Бірінші тақтаға назар аударайық. Бірінші оқушы. Яғни мәтінді жұмыс жасаған кезде біз мынандай көп оқушылары мынандай өздерінің тиісті рөлдерін алады. Бірінші оқушы мәтіннің мазмұнын айтады, екінші оқушы мәтіннің негізгі идеясын айтады, үшінші оқушы мәтіндегі қай оймен келіспейтіндігін айтады, төртінші оқушы мәтіндегі қай оймен келіспейтіндігін айтады, бесінші оқушы мәтіннің негізгі ойын өмірмен байланыстырып айтады, төртінші оқушы мәтіннің негізгі ойды орындады. Сондықтан осы рөлді бөлу үшін қазір
Жақсы. Ал сіз әкімнің өз жұмысыңызбен өзіңіз айналысыңыз. Әр оқушының өзіндік атқаратын жұмысы бар. Дайындалуға бір жарым минут уақыт. Енді әркім өзінің белгілі тапсырма бойынша ойлануға бір минут қалды. Бағалау қалай болады? Екінші тапсырма бойынша бағалау қалай болады? Осы жетістік критериймен танысып алыңыздар. Жақсы. Ал бірінші оқушыдан бастайық. Бірінші оқушылар мәтінге мазмұнын айтады. Қалған топтар тыңдап отырайық. Өйткені төрт топтағы мәтіннің мазмұны төрт түрлі. Сондықтан біз ақпаратты түсіну үшін естеріңізге тыңдауымыз керек. Жақсы, бастаңыз. Бірінші мәтін. Жаһандануды идеялар, қызметтер және де тағы басқа ұсыныстардың әлем бойынша, яғни адамзаттың арасындағы таралуы деп түсіндіруге болады. Жаһандануға көптеген заттар жатады. Солардың бірі салт-дәстүр, мәдениет және тіл. Жаһандану ертеден бері келе жатқан. Соған бір дәлел 1492 жылы Кристофер Колумб Американы алғаш рет ашып, Атлант мұхитына дейін жеткен. Және де осы таңдада көптеген жаһандануға өзінің көмегін тигізіп жатқан трансұлттық компаниялар бар. Солардың бірі Ост-Үнді трансұлттық компаниясы. Ол көптеген заттарды басқа елдердің арасында байланыс жасап көмектесуде. Жаһандануды біз осылай түсінсек болады. Жақсы, келесі топта. Қазіргі кезде біз арналардан жаңалық кезде жаһандану туралы ақпаратты көреміз. Негізі жаһандану корпорацияларда пайдасы көп. Мысалға, жақсы корпорациялар, тамақ өндіріс корпорациялар, ал енді шикізат өндіретін корпорация, мысалға, мұнай өндіретін корпорациялар айтса болады. Және қазіргі жаһандану көптеген экономикалық қателіктер, экономикаға өз күшін көрсетіп бір кезде сақтап қалған. Сондықтан жаһанданудың пайдасы да зияны да бар. Жақсы, үшінші топ. Тамағымызды, киген-киімімізді, тыңдайтын музыкамызды өзгерттік. Қазіргі заманда әртүрлі компаниялар адамдардың өмірін өзгертіп жатыр. Мысалы, әр адам өз жұмыс ақшасын қай жерге
беруді сол өмірді іздеп әр адам өз көлік сатып алғысы келеді. Сол үшін қазір жаһандағы ауа көліктерден ауа нашарлар біздің жеріміз жаман жақтары өзгерді. Жаһандық жылуға келіп соны жақсы. Бұл жақсы төртінші топ. Жаһандану әлем халқына оң әсермен тигізіп тұрса да, қарамастан ол тек қана дамыған елдерге ғана оң пайда алып келіп жатыр. Бірақ және де әлемдік теңсіздікті құрып жатыр. Және тек қана осы мықты компанияларға жұмыс істейтін адамдарды бенефициарлар деп атасақ та, олардың жалақылары төмен. Көп жұмыс істесе де, олардың жалақылар ақшасы несі төмен болады. Және де осының бәрі өткені осы адамдар басында өте дамымаған компанияларға жұмыс істегісіне және де көп еңбек бергісі келген адамдарды осы адамдар деп айтамыз. Және де осы тек қана жаһандануны біздің де неміз бар. Біздің де бір зат жасап қалсақ, оны басқа адамдарға да әсер тигізеді. Осы болды. Жақсы. Екінші оқушылар мәтіннің негізгі идеясы айтады. Осы оқылған мәтіннің негізгі идеясы не? Алғыстаңыз. Бұл мәтіннің идеясы трансұлттық компаниялардың жаһанданудағы орны және олардың әсері болып табылады. Жақсы, өте жақсы. Екінші. Бұл осы мәтіннің идеясы ол жаһандық корпорация. Ол қазіргі кездегі өзінің әсерін және экономика жағынан қандай әсер ететінін жазылған осының идеясы. Жазылған, сол туралы айту ма? Ақпарат беру ма? Ақпарат беру. Жақсы. Менің ойымша, бұл мәтінде жаһандану қалай біздің өмірімізді өзгерді. Сондай идеясы деп ойлаймын. Идеясы? Өзің өмірімізді қалай өзгерді? Қалай өзгерді? Жақсы. Төртінші топ. Бұл мәтіннің негізгі идеясы жаһанданудың әлемдік теңсіздік тудырғаны туралы. Біздің мәтіндегі жаһандану кейбір ғалымдардың бойынша 1992 жылы Кристофер Колумб Американы ашқаннан кейін басталды деген оймен келетінін айтып келеді. Себебі сол Америка ашылғаннан кейін Европаның билігі Атлант мұхитына дейін жеткенмен байланыстырғанда, қазіргі кездегі Европаның даму үдерісінің басты мемлекеттердің бірі деп айтатын болсақ, сонымен байланыстырар болсақ, сол Европаның Атлант мұхитына жүргізген кезінен бастап даму жаһандану басталды деген ойдамын. Жақсы. Екінші топ. Бірінші болып дамыған ірі компанияларға өте мол пайда келді. Біздің топ осымен келіседі, өйткені мысалы өнеркәсіп компаниялары немесе басқа мұнай компаниялары сияқты оларға көп пайда тигені бәріне мәлім. Үшінші топ. Жаһандану біздің өмірімізді бірнеше өзгертті. Мен онымен келісемін, ол өте дұрыс, өйткені біздің заманымыздың дамуымен музыка да, киім де өзгереді. Мысалы, бұрынғы кезде адамдар әртүрлі жануарлардың терісінен киім жасап кетсе, біздің кезімізде әртүрлі маталардан, жібектен киім жасайды. Еліміздегі ақпараттың бұл жаһандану көптеген елдерге оң жағынан әсер етіп жатса, бірақ экономикасы дамыған елдерге көбірек пайда тигізеді. Және де сол сияқты жаһандану тек қана бізге әсер етіп қоймай, ол жерде біздің де өз орнымыз бар. Яғни біздің әрбір шешіміміз басқа елдегі адамдарға да әсер етеді. Мысалы, бізге киім керек, бірақ ол нашар жағдайда жасалынған. Яғни ол төменгі
төменгі жалақыға жұмыс істеген жерлерден жасалған деген мағынада. Жақсы, өте жақсы. 4-ші оқушылар мәтіндегі қай оймен келіспейтінін айтады? Мен осы біздің мәтіндегі бір оймен келіспеймін. Ол байланыс түрлерінің өсуі мен транспорттық шығындардың азаюы есебінен жаһандану әлемді кішкентайлетіп көрсетуде деген ой. Менің ойымша бұл керісінше, себебі байланыс түрлерінің көбеюі, әлеуметтік желілердің көбеюі біз сол әлеуметтік желілер арқылы әлемнің қандай біркелеген қандай мәдениеті бар екенін көре аламыз. Және транспорттың шығындардың азаюы біздің саяхаттарға өте қолайлы. Біз әртүрлі елдерде саяхатта олардың мәдениетін, тілдерін біле аламыз да әлемнің үлкен екенін көре аламыз. Жақсы, екінші топ. Мен 24 сағат бойы жаңа жаңалықтар болатын қазіргі әлемде жаңалықтар бірнеше күнде бірақ жетуі мүмкін дегенге сену қиын шығар деген сөйлемді алдым. Және мен осымен келіспейтінім, егер мысалы жаңалықтың өзі шынында да маңызды болса, жаңалықтарды айтатын программалар оны айтуға мәжбүр болады. Мысалға, доллардың өсуі қазір жиі болып жатыр. Және жаңалықтар программасы оны бізге бірнеше күн аралығында айтады. Менің келіспейтінім мәтін ішінде біздің өзара тәуелді әлеміміз басқа елдермен орнатқан байланыстарымызды арттыру есебінен де өзгере түсті. Бір күн ішінде онсыз өмір сүру мүмкін емес дейді. Мен осы оймен келіспеймін. Өйткені жаһандану ол әр күнде болмайды. Және де басқа дамыған елдер оларға жаһандану біздің елімізге сияқты онша керек емес. Жақсы, жаңашы топ. Бізге кейін қажет, бірақ олар әдетте нашар жағдайда. Яғни төмен жалақыға жұмыс істейтін жерлерде өндіріледі. Мен сол оймен келіспеймін, өйткені дамыған елде кейін жасалса, ол да жаман болуы мүмкін. Сол үшін біз келіспейміз. Қалай ойлайсыздар? Сіздің ойыңыз болды ма? Жалақысы төмен жерлерде сапасы төмен киімдер тігіледі. Осы оймен келіспеймін. Себебі жаһандану елінде де осындай төмен сапалы киімдер тігіледі дейді. Келісесіздер ма? Келісесіздер ма? Кім келіспейді? Керісінше жаһандану болған сайын барлық бәсекелестік жоғары болып, барлық заттың сапасы жоғары болады. Ал бәсекелестік жоқ жерде ол жерде сапа да төмен болады. Жақсы, 5-ші оқушы өмірмен байланыстырамыз. Егер біздің мәтінмен байланыстырсақ, бірінші мәселе ол девальвация. Қазіргі кезде әлемде девальвация болып жатыр. Бұл девальвация қазіргі кезде ақш долларымен байланысты. Және келесі айта кететінім, бұл екінші мәселе, бұл компаниялар түрлі әр жыл сайын немесе әр ай сайын жаңа зат шығарған кезде бұл зат адамдарға да байланысты болып келеді. Мысалы, егер ұялы телефон немесе компьютерлерді шығаратын Apple компаниясын алсақ, олар әр жыл сайын жаңа iPhone-ды шығарады. Бұл iPhone әр жыл сайын жаңа бұл әр жыл сайын жаңа iPhone шыққанмен оларға тағы да жаңа функциялар қосылады. Осы функциялар адамның өмірін де өзгертуі де мүмкін. Біздің мәтіннің негізгі ойы бұл әртүрлі қазіргі кезде ашылулар және жаңалықтардың жаһандануы. Яғни бұны өзімен байланыстырсақ, қазіргі кезде шынымен де 24 сағат бойы күнде бір жаңа жаңалықтар немесе ашылулар болып жатады. Мысалы, 20 жыл бұрын бізде қоңырау шалу құралдары, яғни телефондар болмаған. Бірақ оларды өте тез адамдар шығарып, және сол бір шығарған затты ары қарай дамыту одан менің ойымша оңайырақ болады. Сондықтан қазіргі кезде жаңалықтар одан да көп болып, ашулар көбейіп жатыр. Жақсы, Мен мәтіннің ойын
кері әсерін тигізіп жатыр. Біздің елдің тұрғындары сол батыс елдердің мәдениетін еліктеп кеткен. Өздерінің мәдениетін кейбіреу ұмытып жатыр, басқа тілдерде сөйлейді. Және оның жақсы жақтары да бар. Оның жақсы жақтары технологиялар жыл сайын дами береді. Және егер сен басқа елдегі адаммен оңай сөйлесуге болады, технологиялардың арқасында оңай сөйлесуге болады. Жақсы, өте жақсы. Жаһандану әлем халқының көпшілігіне оң жағынан әсер етіп жатқанына қарамастан, экономикасы дамыған елдер жаһанданудан көбірек пайда көріп, әлемдік теңсіздік орнатуда. Біздің ойымызша, әлемдік теңсіздік дегеніміз ол адамдар мен табиғат туралы. Себебі біз, мысалға, бір ғана қағаз жасау үшін біз миллиондаған, мыңдаған ағаштарды кесеміз. Және сол ағаштарды түрлі заводтарға апарып, оларды өндіреміз. Заводтар өзі парниктік газдардың көп мөлшерін озон қабатына тигізеді. Сондықтан жаһандану зиянды. Бірақ оның да жақсы жағы да бар. Жақсы, өте жақсы. Енді ең соңғы оқушылар осы ойды бір ауыз сөзбен толықтаймыз. Біз қорытады жаһанданудың адам өміріне өте үлкен пайдасы келтіргеніне көзімізді жеткізді. Мысалы, қазір жаңа технологиялардың дамуы және жаңа заводтар және көліктердің салуы адам өміріне өзінің жағдайын беріп жатыр. Қазір адамдар өте тәтті өмір сүріп жатыр деп есептейді. Сіздердің қорытындыларыңыз? Қорыта келе, жаһандық корпорациялардың әлемдік экономика мен халыққа деген қолайлы әрі қолайсыз жақтары бар. Қорыта келе, жаһандану біздің елімізді көп өзгертті. Ол біздің елімізге көптеген жақсы әсерлерін тигізгенмен де жаман әсерлерін тигізді. Мысалы, біздің табиғатымызға жаһанданған ірі компанияларды кері әсер тигізді. Мысалы, судың каналдарының ластануы немесе ауаның ластануы. Дамыған елдер жаһанданудан көбірек пайда көріп жатыр. Әлемде теңсіздік орнатуда деп автор өзінің негізгі ойын дәлелдегісі келді. Шынында Қытайға қарасақ технология дамыған, Италия, Түркия, Америкаға қарасақ олардың киімдері дамыған. Сол елдер сияқты Қазақстанды да дамытуға тырысайық. Өте жақсы. Қазір алдымыздағы бағалау парақшасын алайық, өз-өзімізді бағалап шығайық. Бағалау. Әркім өз-өзі бағалап шықсын. Жетістіктеріне мәтіннің мазмұны түсінеді, мәтінге ойға байланысты өз көзқарасын білдіреді. Өз-өздеріңізді бағалап шығыңыздар. Егер мақсатқа жетсеңіздер, қосу таңбасын қойыңыздар, мақсатқа жетпесеңіздер, алу таңбасын